Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте дәмді выпипай пирожный жасаймын. Алдымен водяной баняға шоколад пен сары майымды ертіп аламын. Жақсылап ертіп аламыз. Мінекей менің шоколадым дайын болды. Енді кеңірек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және де оған қантымызды қосып жақсылап барлығын араластырамыз. Миксермен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ақ көпірік шыққанша жақсылап араластырамыз. Енді оған манағы шоколадымды қосамын. Шоколадымызды міндетті түрде суытып алуымыз керек. Жақсылап барлығын араластырамыз. Одан кейін ұн, какао және қопсытқышты еліктен жақсылап өткізіп аламыз. Екі-үш бөлікке бөле отырып, қосамын да барлығын жақсылап араластырамын. Мінекей мен барлығын еліктен өткізіп алдым. Енді барлығын жақсылап осындай таяқша арқылы араластырамын. Мінекей біздің осындай десертіміз пайда болады. Қазір осы десертті пісіріп аламыз. Міне осындай сұйықтығы осындай болу керек видеодағыдай. Енді кондитерлік мешокқа біздің десертімізді құйып аламыз. Міне мен десертімнің барлығын кондитерлік мешокқа салып алдым. Енді пергамент қағазын төсеп алдым. Противеньға мен әрдайым поклан пергамент қағазын қолданамын. Кондитерлік мешоктың басын кесіп аламыз. Және де дөңгелекшелер етіп пирожныйымыздың формасын жасаймыз. Мен осындай дөңгелек выпипай пирожныйын жасаймын. Десертті кондитерлік мешокпен құйған кезде міндетті түрде пирожныйларымыздың арасы ашық болу керек. Себебі піскен кезде олар бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан мейлінше арасы ашық етіп жасаңыздар. Дайын болған десертімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минуттай пісіресіздер. Өзіңіздің пешіңізге қарай пісіресіздер. Менің пирожныйым піскенше мен кремін дайындаймын. Мен міндетті түрде 34% сливке қосамын әрдайым. Менің сливкем свежий завтра деп аталады. Осындай алсаңыздар болады. Және де сливкеға мен қант ұнтағын қосып, жақсылап барлығын миксерлеп аламын. Миксердің аз жылдамдығымен миксерлеуіміз керек. Одан кейін біздер сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырды қосамыз. Мен әрдайым креметті творожный сырын пайдаланамын. Жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Міндетті түрде кремнің қосатын ингредиенттері салқын болу керек. Мінекей достар, осындай крем менде шықты. Осындай қоюлығы болу керек. Енді менде осындай әдемі насадка бар. Сізде насадка болмаса, жай ғана кондитерлік мешокты да қолдансаңыздар болады. Барлық кремді кондитерлік мешокқа салып аламын. Және де мінекей достар, менің пирожныйларым өте керемет болып пісіп қалды. Енді мен қазір оларды жинайтын боламын. Мінекей дәл осылай видеодағыдай етіп жинаймыз. Осы насадкамен жасасаңыздар, сіздің пирожныйларыңыз өте әдемі болып шығады. Кремін жағып алдым. Енді екінші жағын қоямын кремнің үстіне. Мінекей достар, осындай біздің пирожныйымыз шығады. Барлығын дәл осындай тәсілмен жасап шығамын. Осы рецепт бойынша сіз 6 пирожный жасай аласыздар. Менікіндей немесе кішкентай, одан да көп дана пирожный шығуы мүмкін. Мінекей достар, менің пирожныйым қатты. Тоңазытқышқа салып қойдым. 1 сағаттай тоңазытқышта тұрды.
кішкене креміміз қату үшін тоңазытқышқа салып қоюымыз керек. Пирожныйыңызды өзіңіз қалауыңызға қарай әсемдеуіңізге болады. Мен қант ұнтағын сеуіп қоямын. Пирожныйым өте әдемі және дәмді болып шығады. Мінекей достар, менің пирожныйым дайын болды. Өте оңай және де өте дәмді болып шығатын рецепттердің бірі. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер және де комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып және де колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Колокольчикті бассаңыз, менің видеомды бірінші болып көресіздер. Ал мен әдеттегідей өзімнің пирожныйымның дамын көргелі жатырмын. Менің пирожныйым тоңазытқышта көп тұрмағандықтан кремі кішкене езіліп тұр. Сондықтан сіздер міндетті түрде пирожныйыңызды тоңазытқышқа қатырып алыңыздар. Өте дәмді болып шықты, дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде балдарыңызға пісіріп беріңіздер. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.